Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге Альмира. Бүгін осындай үй жағдайында дәмді лагман жасайтын боламыз. Қажетті заттардың тізімі мен мөлшерін описание бөліміне жазып қоятын боламын. Бізге қажетті заттар: ет, капуста, картошка, болгар бұрышы, сәбіз, пияз және чеснок қажет. Ең алдымен етті жапырақша етіп турап аламыз. Келесі пияз бен чеснокты ұсақ қылып тураймыз. Ет жапырақша ретінде туралғандықтан сәбізді де сондай формада турап шығамыз. Болгар бұрышын да үлкен кубиктап турайтын боламыз. Капустаның өзіме қажетті мөлшерін осылай дайындап алдым. Оның да мөлшерін кубиктап турайтын боламыз. Картошка қосу қоспау өз еркілеріңізде. Мен қостым, сондықтан оны осындай соломка ретінде турадым. Барлығын осылай турап дайындап алғаннан кейін қызып тұрған майға ең бірінші пияз салып қуырып аламыз. Жақсы қуырылған пияздың үстіне етті салып жақсылап сөлі шыққанша қуырып аламыз. Одан кейін үстіне чеснок, сәбізді салып тағы да қуырамыз. Суы тартылғаннан кейін үстіне соевый соус, томат, тұз, бұрышты дәміне қарай салатын боламыз. Бесонмен қуырылғаннан кейін үстіне суық суымызды құйып, астын басып баяу отта қайнатамыз. Осылай ет пісіп қалғанда су тартылса, тағы да 1 кружка су құйып жібереміз. Егер де сұйық болған қаласаңыз, 2 кружка да құйсаңыз болады. Үстіне капустамызды, болгарский перец, картошкамызды салып, тағы да астын басып қайнататын боламыз. 15-20 минут қайнағаннан кейін лагманымыздың подливі дайын болады. Дайын лагман кеспеміздің үстіне подливіміз салып ұсынамыз. Лагманның тестасын менің каналымнан көрсеңіздер болады, төменге белгілеп кетемін. Мінекей достар, үй жағдайында осындай дәмді лагман дайын болды. Ұнаса лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!